Бізде Павлодарда мен өзім барған, көп рет барған қала, Павлодарда дүкенге кірсеңіз, қазақша бір зат сұрасаңыз, немесе сөйлесе қалсаңыз, сіз ұлтшыл болып қабылданады екенсіз. Сонда ол қалай? Языковой патруль сияқты. Сонда ол қалай? Сен қазақша сөйлесең, ұлтшыл болып кетеді екенсің. Тұтынушының құқығы қайда? Сонда мен тұтынушы ретінде дүкенге кіріп, мемлекеттік тілде бір зат алғым келеді. Бірақ мен кіріп зат сұрасам қазақша, мен ұлтшыл болып кетем. Сонда мен орыс бола тұра қандай ұлтшылмын? Мен орыс ұлтшылмын ба, қазақ ұлтшылмын ба, қандай ұлтшылмын? Мен сондай жағдаймен кездестім. Маған адамдар айтты, сіз неге қазақша сөйлейсіз? Мен қалауым. Мемлекеттік тіл. Иә, бұл мемлекеттік тіл. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.